Қалың мал мен мәһр екеуі бір деп айтуға келе ме? 2024-те ма? Осыған байланысты. 2025-те ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһрге қалың малға қатысты пәтуа шығарды. Пәтуа шығарды, 2025 болу керек, қателеспесем. Сол кезде бақ өкілдері негізі әлеуметтік желіде информация таратылған бақ өкілдері. Журналистің негізгі мақсаты халықтың арасында резонанс тудыру емес пе? Халыққа сенімді болған мағлұмат жеткізуді. Бұрмалау емес оны. Бараған журналистерге де хайп керек, ахват, рейтинг көтеру керек та. Не деп шығарды бақ өкілдері? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһрді алып тастады деді. Астына комменттерін көрсең, оларға дін ойыншық болды ғой, мәһр бар, қанша уақыттан бері мәһр болып келді деген, мәһр алып тастады, дінді ойыншық қылды ғой деген секілді. Дұрыстап оқыса түсінетін еді, сөздерді. Негізі дұрыстап оқыған ғой, просто бұрмалап тұрды, әдейі. Бұл әдейі істелінеді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәһрді алып тастаған жоқ. Кейбір өлкелерде қалың мал беріледі. Кейбір өлкелерде қалың мал берілмейді. Мысалы, сенде де Ақтөбеде не берілмейді? Қалың мал жоқ. Қалың мал жоқ. Батыс елдерінде, қалаларында. Ал оңтүстікте қалың мал деген нәрсе бар. Енді осы қалың мал мәселесі біздің фиқх кітаптарымызда келген екен да. Ибн Абидин рахмаулла Раддул Мухтарим дегенде дустман деп келтіреді. Дустман деп келтіреді. Дустман деген не десе, қыздың артынан келетін жасау екен ғой. Осы қыздың артынан келетін жасау дустман мәһр бола ма, болмай ма деген мәселеде мұнақаша кетеді, талас кетеді ғалымдардың арасында. Хорезм бізге неге Мауараннахр өңіріне жақын ғой енді. Хорезмдерде бұл не болып есептеледі екен? Мәһр болып есептеледі екен да. Бастысы не болу керек бұл? Қыз бұның мәһр ретінде беріліп жатқандығын білу керек. Қалың малды. Сол кезде білсе ғана болды, мәһр түседі. Яғни қабылдау керек солай. Қабылдау керек. Яғни қалың мал сол кезде мәһр болып есептеледі. Ал егер де қыз жоқ, менің мәһрімді бөлек бересің, қалың мал ол дәстүрлік ұғым, дәстүрлік нәрсе, оны ата-анама бересің бөлек десе, қызға мәһрді беруге міндеттісің. Неге? Өйткені мәһрде үш нәрсенің ақысы бар. Біріншісі Алланың ақысы бар, екіншісі әкенің ақысы бар, яғни әулеттің ақысы бар, үшінші қыздың ақысы бар. Алланың ақысы және әулеттің ақысы некеден кейін түседі. Некеден кейін түседі. Яғни неке қиып болғаннан кейін неке мәжілісінде мәһр аталу керек міндетті түрде. Ең азы 425 грамм алтын мәһр. Маған дым керек емес деп айтуға болмайды. Болмайды, оны қазір тоқталамыз. 425 грамм алтын. Осы айтылу керек, немесе одан көп көлемі. Айтылмаса болмайды. Неге? Өйткені бұл жерде Алланың ақысы бар. Алла Тағала сендерге парыз еткен нәрсені біз білдік дейді. И және оның көлемін пайғамбардың хадисімен бекіттік біз. Шариғат міндетті тұр. Yani Allah'ın ақсын, Allah'ın өзі кешіріп түсірмейінше адам пенде түсіре алмайды оны. Сол үшін неке мәжілісінде айтылады, неке қиылып болғаннан кейін барып тақсыр маған мәһрімді бермей қойыңыз, мен бас тарттым, мықты еркек екенсіз деді, мысалы ше. Бармол айтатындар жоқ шығар негізі. Сөйтсе болды. Құқығын түсірсе болады. Сөйтсе бұл жағдайда Алланың да ақысы түседі, әулеттің де ақысы түседі. Түсін бе? Қыздың да ақысы түседі болды. Иә. Бұл енді нәфи қылуға болады. Болмайды керісінше. Өйткені нәфи деген шариғаттың үкімі ғой бұл. Аз мөлшерін айтып кетіңізші. Махрдың 4-те 25 грамм шамамен қанша болады ол? 425 грамм енді алтынның орташа пробасын аласыңдар. Сонымен көбейтіп жібереді. $200 жетер жетпесен. Шамамен бір 120 мыңдай болып қалады. Ең аз мөлшер осындай. $200 болатын шығар. Яғни егер де қыз бала осы 425 грамм алтынның көлемінен аз сұраса не болады? Автомат түрде 425 грамм. Сол берілу керек. Бәрібір 425 берілу керек. Аз болса да 425-ке көтеріледі. Бұл ең азы. Ең азы осынша берілу керек. Ең көбінде ешқандай. Ең көбі 5 миллион деген. Ең көбі шек жоқ. Одан кейін жаңағыдай өзі белгілейтін бар. Бұл да 425 граммдан жоғары болу керек. Мүмкін ол 1 миллион деп айтуы мүмкін, немесе сағат деуі мүмкін. Шегі жоқ, немесе көлік деуі мүмкін, өзі біледі. Иә, шегі жоқ. Осы көлік сұрап атады, интернетте. Жаңағыны айтып кетейік, жаңа нафи дедік қой, шариғатта оны не істеуге болмайды, жоққа шығаруға болмайды бұл мәһрді. Бұны нафи деп айтамыз ғой енді. Бірақ енді жаңа некеден кейін өзінің құқығы болды, одан кейін барып өзінің құқығын түсіруге болады, оны исқат деп айтамыз да. Неке алынғаннан кейін келісілді, жаңа 425 граммға келісті, немесе біреуі көлік сұрады, біреуі жаңағыда ақша сұрады деген сияқты, біреуі үй сұрады. Осы нәрселерді келіскеннен кейін өзінің хақысын толық неке біткеннен кейін өзінің хақысын түсіре алады. Одан кейін жаңағыдай бізде қалың малды
некеге жатқызғандар бар дедік. Мәһр. Иә, мәһрге жатқызғандар бар дедік. Оның жаңа Ибн Абидинде басқа көптеген кітаптарда келеді, көбінесе түріктер деп келеді, дұрыс па? Біз түрік халқына жатамыз ғой біз. Бұның өзі әдет ғұрыпқа байланысты берілген фәтуалар. Хауаризм. Бізде ондай фәтуалар өте көп. Жерлеу рәсім байланысты кітаптарда келеді. Өйткені сендер мысалы бұхаралықтар мысалға Шам мемлекетінде, немесе Ирақ мемлекетінде айтылған фәтуаларға қарсы шығады. Қарсы шыққанда жайдан жай қарсы шықпайды ол. Бізде әдет ғұрып осындай қағида, ол дәлел алып келеді, қағида алып келеді да, сөйтіп сол басым көзқарасты жоғары қояды. Солай фәтуа береді деген сөз. Бұны кім беріп жатыр? Жайдан жай адам емес, жаңағыдай құзыреттілігі бар адамдар, біздегі діни басқарма деген сияқты үлкен ғұлама ғалымдар. Сөйтіп айтады, бізде жерде айтады кейбір фәтуаларда. Өйткені жаңағыдай көп мәйіттің біраз сақталып қалатын кездері болады ғой. Бір күн, екі күн кешігіп қалатын кездер. Енді қазіргі кезде ондай жоқ шығар. Бұрынғы кездер айтып жатыр, андай өте суық жерлерде жерді қазу қиын дейді. Сол себепті де нетуге болады деп жаңағыдай фәтуа берген болады. Немесе осындай табытта табытпен жерлеген кезде неге темірге, немесе пластмасс осындай нәрсеге салуға болмайды. Бірақ осындай біздің жердің дұрыс болмауына байланысты салуға болады деп. Осы сияқты фәтуалар берілген. Соның бірі жаңа мәһр мәселесі, хауаризм. Иә, шейх сол жағда хауаризмдегі үлкен ғұлама ғалымдар мәһрді неге жатқызған? Қалың малды неге жатқызған? Мәһрге жатқызған. Онда үлкен қағидаларға, дәлелдерге сүйене отырып. Сол үшін әр фәтуа мәселесін өте нәзік мәселе ғой. Кез келген адам мынау болады, мынау болмайды деп айтуы ол дұрыс емес. Өзінің әһліне, өзінің нелеріне тастау керек. Иелеріне тастау керек. Солар шешет, әдет ғұрыпқа қарап отырып, қағидаларға қарап тағысын тағы.